Kızım, mынау қасиетті бесік. Қазақтың қасиетті бесігі. Бұл бесікті мен өз қолыммен саған жасап бергем. Бұл бесік қазақта киелі болып саналады. Отағасы, осы Жансая қызымыз биыл 3-ке толды. Қазақтың ұлттық құндылықтарын бойына сіңіру мақсатында біз Мұнайлы ауданында ашылған қолөнер үйірмесіне берсек қызымызды. Қалай қарайсыз? Әкесім, маған өнер тоқитын жасап берсін. Мен үйренейін деп едім. Әрине қызым, жасап берем. Үйренгенің өзіңе жақсы. Болашақта бәрі өзің үшін. Ал әкесі, іске сәт. Әкесім, бұл не? Бұл сенің айтқан өрнек тоқитының қызым. Қызым, бұл ер тоқым, бұл да киелі болып саналады. Қазақтың әрине ер тоқымы киелі. Әкесім дайын болды ма? Әрине қызым, дайын болды. Рахмет, әкесім. Қызым, бұл тарағы. Сенің сұрағаның не? Жасап бердім. Анашыңа бара ғой, қызым. Қызым, бұның түстерін білесің бе? Қызым, Қайсы? Көрсетші. қызым, ақ, жасыл, көк, сары. Жарайсың қызым, жарайсың қызым. Қызым, міне, дайын болды. Қызым, мен саған үйретейін. Бірінші алдымен мына жіпті аламыз. Басынан бастаймыз. Мына жерінен ақ түсті тоқыма жіпті алып, кезек-кезек не істейміз? Өреміз. Артына әкеліп. Үйрендің бе? Я, анасы. Үйрендің бе? Я, анасы үйрендім. Әкесі көрдің бе? Менің қызымның не күшті. Қандай керемет жасайды. Өркенің өссін қызым. Біздің өнер жасағанымыз дайын болды.